Достар, бүгін сіздермен дәмді жұмсақ болып пісетін жүзім жапырағынан долма жасаймыз. Түскі асқа және кешкі асқа таптырмас меню. Бізге жүзім жапырақтары керек болады. Үстінен ыстық суды құямыз. Он 15 минуттай бетін жауып қоясыздар. Бір кесе күрішті жуып, ішіне фаршты саламыз. Дәміне қарай, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш салып араластырамыз. Жүзім жапырақтарын суын сырғытып алдық. Енді начинкасын ішіне салып орап шығамыз. Қызып тұрған табаға майды құйып аламыз. Ең алдымен пиязды қуырып аласыздар. Сәлден соң барып, картопты қуырамыз. Картошканы қуырып алдық. Енді теркадан өткен сәбіздерімізді саламыз. Барлық қоспаларды қуырып алдық. Енді үстінен суды құйып қайнатып аласыздар. Ішіне томат саласыздар. Менде домашний томат. Дәміне қарай қызыл бұрыш саласыздар. Универсальный приправа салсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Дәміне қарай тұз саласыздар. Сорпасы қайнаған соң, долмаларымызды жайғастырып шығамыз.
Жарты сағат жай отта пісіреміз. Долмаларымыз дайын болды. Енді тек қана тәрелкеге салып, дастарханға ұсыну қалды. Достар, осындай дәмді тағамдар жасап, үйдегі жақындарыңызды қуантыңыздар. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.